Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге меренговый рулет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге қажетті заттар лимонный кислота, қант, крахмал және жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызын ыдысымызға салып, құрғақ ыдысқа салу керек. Және көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Кішкене көтеріліп келе жатқан кезде қантымызды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Ағарып көтерілген кезде лимонный кислота қосамыз. Жарты қасық шай қасықпен қосамыз. Тағы да миксерлейміз. Ең соңында крахмалымызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің меренгамыз дайын, формасын ұстайды. Осылай болғанға дейін миксерлейсіздер. Енді формамызға жайып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Менде пісіп шықты. Енді пергаментный бумагадан босатып, кішкене суытып аламыз. Суығанға дейін кремін дайындаймыз. Салқын сливкимізді қоюланғанша миксерлеп аламыз. Қант ұнтағын қосамыз 2 ас қасық. Енді өз формасын ұстағанға дейін миксерлейтін боламыз. Менде міне дайын болып қалды кремім. Енді рулетімізге жаға беруге болады. Аз бөлігін, кремнің кішкене бөлігін алып қалдым. Себебі бетіне сәндеуге керек болады. Мен ортасына смородина қостым. Сіздер кез келген жемісті қоссаңыздар болады. Малина, смородина, өз қалауларыңыз бойынша. Және видеодағыдай ораймыз. Екі шетін түзулеп алу үшін мен кесіп шықтым. Және бетін әсемдеп жатырмын өз креммен. Менде дайын рулет. Енді кесіп көреміз. Ортасы осындай болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азиза Аймурзаева. Назарларыңызға рахмет.